Ағаш орта мектебінің 11 сынып оқушысы Бедрина Евгения. Бірінші Абайдың қара сөзді. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік, алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі құлшылық екенін білдік. Ал енді қолған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзім де қайранмын. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білгеніңді кімнен сұрасын. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып қолына кезіп алын отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып шер тартқатысар кісі басылмаған сон. Ғылым өзі бір тез қарнай тұтығын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісіз де білмейтін. Не бағам, қай елге қайсын, қай харекетке қосайын. Өмірімді білімнің пайдасын тыныштықпенен кереккерлік орын тапқаным жоқ, қайда бар не қылдарымды біле алмай отырмын, не бол деп бағам. Оны да ермек қына алмадым. Ақыры ойладым, осы ойынша келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөзі тапса, өзімдік дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.